Армана мына жақында Данияр Ашымбаев деген кісі қазақтар тәуелсіздік үшін күрескен жоқ дейді. Соған байланысты сізден арнайы сұхбат алайық деп отырмыз. Мына 60-шы жылдардың аяғы, 70-ші жылдардың басында осы Павлодар өңірінде қалыптасқан, керек өңірінде қалыптасқан жағдайды қысқаша айтып берсеңіз, сол кезде күрес болды ма, әлде болған жоқ па? Әрине, бізге дейін де қазақтың ұлтшыл азаматтары күрес жүргізген болатын. Айталық, мынау 60-шы жылдардың басында Қарағандыда елін сүйген ерлер партиясы, қысқаша айтқанда есеп, одан кейінгі мынау Москвадағы жас тұлпар ұйымы болды. Соларды біз үлгі тұтып 1969 жылы 9-шы сыныпта оқып жүрген кезімізде мынау қазақтың нөмір 3-ші мектеп интернатында Жас ұлан деген ұйым құрған болатынбыз. Мақсатымыз енді ұлттық сананы ояту, мынау қазақтың отаршылдыққа қарсы сана сезімін жұмылдыру болатын. Осы мақсатпен сол 1969 жылы Павлодар қаласында отаршылдыққа қарсы бас көтеріңдер деген мағынада парақтар жазып жапсырып кеткенбіз. Облысқа тартқанбыз, қала орталығына да. Бірақ біз көбі ұзамай 1970 жылы қаңтар айында мемлекеттік қауіпсіздік комитеті, КГБ дейміз ол кезде, әшкерелеп біртіндеп бәрімізді ұстады. Сізден басқа кімдер болды сол кезде? Оның ішінде ең бұл өте жалпы бұл ұйым жан-жаққа тамыр жайып келе жатқан болатын. Бастаушы құрылымдар оны облыста да құрыла бастаған болатын. Негізгі басқарушы топ, комитет деп аталатын топ осы интернатта болды. Оны айталық, мынау Рашид Бисекеев, Сембай Құсайынов, Қайролла Каженов, Айгүл Жүнісова, Алтын Махметова, сосын Қайрат деген жігіттер, ол кезде жасөспірімдеріміз ғой, солар болатынбыз. Сол бәрімізді бірде әшкерлеп тергеу барысы, тергеу аяқталғаннан кейін бір шамамызды мынау түрлі жазалау шаралар қолданды. Бір шамамызға айталық, маған мынау ұлттық идеялық мәселе бойынша саяси қателіктер үшін айып тағылып, комсомол қатарынан шығарылдым мен. Сондай-ақ мектеп үлгердің тәртібі үштеген баға қойылып, мектептен де шығарылдым. Содан мұндай енді құжатпен оқуым жалғастыру мүмкіндік болмады. Ұзақ жылдар бойы жұмысшы болып істедім. Түрлі, сондай-ақ мынау кездің өзінде өлең жазып едім, баспасөз беттеріне жерлерін құқым болмады, барлығы білді, мүмкін жасын тасыма берілген қойдым солай. Жалпы айтқанда сол кездің өзінде үлкен күрес болды дейсіз ғой? Болды. Жаңағы сізбен бірге күрескен адамдардың қазір бүгін олар қайда, олардың тағдыры қандай, қалай қалыптасты? Әртүрлі Болат Кәкежанов деген қазақ Алматыда тұрады, ол енді құрылыс саласында істейді деп естимін. Қайролла Каженов осында, қазір ол да жай жұмысшы болып істейді, негізі жоғары білім алған, көп қиыншылықтармен. Қайрат деген досымыз да осында қызметте. Бір өкініштісі, мынау енді Рашид Бисекеев, Сембай Құсайынов, сондай мынау Айгүл Жүнісова, сосын Гүлбаршын Алиева деген серіктестеріміз жүргізіп. Бұл заманды көре алмай дүние салып кетті. Өкініштісі осы. Біршама енді достарымыз әлі де бар, енді түрлі әлі де болсын, енді ұлтшылдық мақсатты әлі танған жоқ деп ойлаймын. Данияр Ашымбаев мырза былай деп айтты, қазақтар тәуелсіздік үшін күрескен жоқ. Тәуелсіздік бұл бір аспаннан салбырап түсе салған, ойда жоқта бір ғажап дүние, ғажайып құбылыс болды деген келтіріп айтады да. Ол адам не үшін айтып отыр онда ойлайсыз? Ар жағында бір итеруші күштер бар ма?
Әрине, сондай бір саяси мақсатта айтылған сөз шығар, айтылған ой шығар деп ойлаймын. Себебі енді мынау сол Кенесарыны көтерілісін асуғадан бері ірілі ұсақты 300-дей көтеріліс болған екен. Мына кешегі алаш қайраткерлері қаншама құрбан болып кетті. Мұстафа Шоқаев бір шамасы шетелге кетіп күресті. Одан кейін бізден кейіндер жастар болды. Мынау Азамат деген бір Жақшықойдың фамилиясы. Сол ұлттық тәуелсіздік үшін күресіп кейін шындықанада қаза тапқан, өлтірілген көрінеді негізі не. Онда енді көп болды ғой. Бұл енді қандай да бір мақсат, саяси мақсат көздеп айтылған. Егер қазақ халқы әлі де болса ұлттық рухын жоғалтпаған халық. Ал енді кейбір Сібір халықтар бар, олар ұлт емес ұлыс болып қалған. Айтады, мына Сібірде көптеген ұлыстар, олар тәуелсіздікті қажет етпейді енді. Фамилиясы, аты жөндөр түгел орыс болып кеткен, түрі ғана қалған енді. Тұрмыс салттар бар. Олар қазір тәуелсіздік берсеңіз, егемендік берсеңіз, олар керек жоқ. Өйткені себебі олар Данияр Ашынбаев біз соларға теңестіріп отырғанбыз. Әрине сондай олар ешқашан күреспейді. Оларға қазір егемендік берсеңіздер де алмайды. Енді біз Құдайға шүкір ұлттық рухымыз болса, әлі де болса сақталды. Әлі де мына баспасөз қарасаңыз, мына бостандыққа қарсы, бостандық зардабына қарсы жазылған мақалалар, ой пікірлер көптеп кездеседі. Осының өзі міне әлі де болсын ұлттық проблемалар бар, шешілмеген. Соларға байланысты әлі де күрес жүріп жатыр, зардаптарын жоюға. Біздің ойымыз мына Данияр Ашынбаев мырзаға бір-ақ күнде атып шығып, айғайлап, ойлап жауап беру емес. Жалпы тамшы тасты теседі дейді ғой, тамшылай берсе. Сондай мақсатпен бір үлкен бір акция жүргізсек, сол мақсатқа сіздер де қосылсаңыздар. Ол мүмкін бір жыл жүретін акция болады, мүмкін 10 жыл жүруі де мүмкін. Неге десеңіз, бұл тәуелсіздік үшін күрес бізде. Тәуелсіздікке былай біз саяси тұрғыдан жеткенмен де біз әлі көп тұрғыдан басқа тұрғыдан жеткен жоқпыз деп есептейміз. Сол үшін ары қарай бұл тәуелсіздік үшін күрес жалғастыра беруіміз керек. Мұндай адамдарға жауапты да біз акция ретінде жүргізуге қазір мәжбүрміз де. Сол үшін ат салысып, осылай өзіңіздің уақытыңызды бөліп ойыңызбен бөліскеніңізге сізге көп рахмет айтамыз.